Оригинал красный бархат тортының рецептін ұсынамын. Қажетті заттарды астына жаза кетсем, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз, үстіне шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Қаймақ 20%, сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Құрғақ қоспаларды біріктіріп аламыз, ұн, какао, разрыхлитель. Бізде осындай қаймақ сияқты қою тесто шығады. Енді қызыл түсті бояғышты қосып жақсылап араластырамыз. Осылай диаметр 24-ке істеп алдым арнайы. Үстіне 5 немесе 7 қасықтай салып шығамыз да, осылай коржиктарымызды пісіріп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште піскенін шпажкамен тексереміз. Енді кремін дайындаймыз. Сливки, творожный сыр және де сахарный пудра. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай қою крем шығады. Енді тортымызды жақсылап жинап аламыз. Осындай кольцоға салып, кремдерін жағып, оформление өздеріңіз қалауларынша жасасаңыздар болады. Мен осылай коржикті үгітіп, жан-жағына жақсылап сеуіп шықтым. Қолым біраз жасамағандықтан шығып қалыпты. Үстіне клубника қоя салдым. Ас болсын, жасап көріңіздер.